Армысыз құрметті тыңдарман, назарыңызға Бекен Ыбырайымовтың $10 әңгімесін ұсынамын. Ауылдан төмен шыға берістегі төбешікте кешке қарай өрістен қайтатын малды күткен шалдар қаудырбай келгенде еріксіз елең етті. Қауқылдасып, аман сәлемді атқарғаннан кейін жорта шекірейген Қаукең қолтығындағы шиыршықталған күміс буманы кіндіктен буған резіңкені тамсанып, баппен сыпырды. Жапырылған жүндей ажырыққа жайып жібергенде әппақ жайма 2 метрге созылды. «Оу, Қаудыр, мынауың не? Көптен көрінбей кетіп ең, ұрлап әкелгеннен саумысың?» Көзі сығырайған мысық мұрт Шәкімжан құрдасының қыршаңқы сұрағы басқалардың да ішінде бүлк-бүлк еткенін түрлерінен аңғарған Қаудырбай езу тартты. «Шұрқ етпеңдер, қазір айтам». Ақ жайманың үстіне шалқалап жата кетті де, дереу қайта тіктеліп отырды. «Айналада бөтен ешкім жоқ па? Сотқа жеткізіп жүрмесін. Оның бізде не ақысы бар?» Сот дегенге селт етіп, бірден күдіктенген тәпелдек төкіштің селдір бурыл мұртының шалғысы таңданғандай бір көтеріліп басылды. «Жылтыраған мынауың не өзі? Бірдеңе бүлдіріп келдің, ә?» Қаудырбай қауіптенгендей төңіректі шүйлі бір шолып өтті де маңғаздана қақырынып алды. «Барған жерімді барлап жүретін қашанғы әдетім мынаны». Астындағы ақжайманы алақанымен аялап сипалады. «Астанадағы құрылысшылардан көрдім. О жақтағы пәтерлерде біздің үйлердегідей сықырлаған, шиқылдаған тақтай еден атымен жоқ. Байлар паркет, басқалары ламинат салдырып, оған қолы жетпегендер линолеум жайғызады екен еденге. Оның астына осыны төсейді. О, не қылған екі әуре, Құдай біледі, сол жақтан жымқырып әкелдің, ә?» Шәкімжан тағы да сезіктене қарады. «Кетей, ұрлайтындай не басыма күн туыпты? Қалай ысқыртқанымды сосын айтам. Ал мынау дымқылды жібермейді. Мұны бүйтіп астыңа төсесең, су өтпейді, әрі жұмсақ, әрі жылы, өзі жеп жеңіл. Көрпе құсатып жайып таста да ұйықтай бер». Шалдар жапырылып кеп ұстап-ұстап көрісті. «Әй, мынауыңнан тәбәріктеп, бізге де бөліп берсеңші?» Бермегенде берем ғой. Кәне, төртеусіңдер ме? Бөлейік. Кәне, көмектесіп жібер. Бір шетінен ұстасаңдаршы. Арам олжа боп кесапаты тиіп кетпесін». Төкіш сескенін кіреп, ұстай қоймады. Оған ерегіскендей Қаудырбай бүйіріңқырап сөйледі. «Әй, айналайын, осы сен алмай-ақ қойшы. Басқаларыңа мінекей, ені 33, ұзыны 40 сантиметрден. Сонда мынадан кем дегенде 30 кемпірге төсеніш. Мә, оларға да өздеріңе де бір-бірден. Кемпірлеріңнің рахметін аласыңдар енді. Астана мен Алматының білгіш кемпірлері сөмкесіне осындайды бүктеп-бүктеп салып жүреді. Күн суықта любой жерге қорықпай, осыны төсеп отыра салады. Асты жып-жылы боп. Біздің кемпірлердің құйрығы немене солардан сорлы ма? Ауылдың көбі көшіп кетті. Ендігі қалғанымыз қазір 30-ақ үй. Әр үйде бір-бір кемпір шал. 60 адамға деп есептеп әкелдім. Мына түріңмен бәрімізді күнәға батырып жүрме. Бұл нағылған батпан құйрық өзі». Төкіш сақтаныңқырап, тағы да тақымдай бастап еді, ешкім үндемегесін тегін олжадан құр қалғысы келмеді. «Әй, мейлі, көрейік не болса да, тәуекел. Мына шіркін майданға аттанатындай, жарайды, мұны қой. Ал енді менің кемпіріме екеуін беретін шығарсың», деді Шәкімжан дау іздегендей ежірейіп. Сөзден ұтыла бастағанына іштей шамданып қалған Төкіш тыз етіп өре түрегелді. «О ненің ақысы? Сенің кемпірің басқадан әулие ме? Бас-басымызға екеуден берсе жетпей қалады». Әлденеге көңілі толмағандай шолақ мұрнын тыржитып, басын шайқады. «Шәкімжан, сен неге өстейсің осы? Тегін олжа десе, соғына кетесің». «Төкішей, сен де қызық екенсің. Сұрап отырғам жоқ қой, өзі беріп отыр бәрімізге. Менің кемпірімнің құйрығындай құйрық біздің мінәндай,
шынашағының ұшын көрсетіп. Кішкентай ауыл түгіл, ауданда да барма десеңші одан да. Дәлдеп өлшеп көрмеппін. Бірақ көз мөлшермен жобалағанда, көлденеңі кемі 1 метр-ау, 1 метр. Содан асып түспесе, мұрнымды кесіп берейін. Құдай біледі. Былайы мен былайы бірдей. Төкіш бауырым, сен көңіліңе ала көрме айналайын. Сенің кемпіріңнің құйрығы ешкініңкіндей шөмейіп қалған. Бірақ Оғыз, құйрық деп менің кемпірімдікін айт. Оған тіпті дәл мынандайдың екеуі де жетпеуі мүмкін. Әлде үшеуі жетіп қалама. Төкіш шырт ете қалды. Түх, сен сөйлеген сайын кемпіріңнің құйрығы жалпайып барады. Оныңды қой, қарағым. Осы ауылдағы барлық кемпірдің құйрығын өлшеп шыққандай, білгішсінесің кеп? Немене, бәрін көріп пе едің? Көрмесең, қайсысыныкі қандай екенін қайдан білесің? Соны айтшы маған. Мына қарқынмен әңгіменің аяғы насырға шабарын бірден аңғырған Шәкімжан тап берердей шүйілген Төкішке сабырмен сынай қарап, езу тартты. Ой, құрыған, сен не көйтіп кеттің? Ас тойда өзіңде көріп жүрген жоқсың ба бәрін? Бәлем, бұлтара бастадың ба? Сен сияқты қыбырлаған кемпірдің бәріне көз сүзбеймін. Біреудің не шаруам бар? Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне деген. Бір уыс десең де өзіме жетеді, шүкір. Сенің кемпірің секілді жерден теңге ілгендей екі жағына кезек-кезек ауып кете жаздап, теңселіп жүрмейді. Аяғының ұшымен ақырын ғана тып-тып басып бара жататын менің кемпірім жып жинақы ойыншықтай ғана. Төкіш қызына сөйлегенін іші сезіп, қымсынса да оп-оңай өле салғысы келмеді. Әй, мейлі, бәріміз бір ауылдыңкіміз ғой, не десең о де. Бір жәмән жайма үшін менің кемпірімнің құйрығына тіліңді тигізбе. Қалдеуіштей Төкіштен жеңіліп қалуды намыс көрген Шөкімжанның көзі қуланып, сығырая түсті. Әділет іздегенің жөн-ақ. Ендеше әр кемпірдің құйрығын өлшеп шығайық. Бастаған сен ғой, Төкіш, осы жауапты шаруаны саған-ақ сеніп тапсырайық. Төкіш ыршып түсті. Қой әрі, өзге түгілі өз кемпірім тоңқайып өлшетеді дейсің бе? Мынауың алжыған шығар деп шошып кетер. Сөзден есемді жіберіп алдым ба деп, іштей намыстанған Шәкімжан енді өзінің бел алып бара жатқанына іштей сүйсініп, жымиып қойды. Мына отырғандар куә, өзің бастаған екесің, өзің аяқтағаның дұрыс дегенімді. Қой, шырағым, Төкіштің қарқыны қайтып, жуасып қалды. Құйрық деген әңгімені ең алдымен бастаған мен емес, сен. Ақырына дейін өзің жеткіз. Шәкімжан қарқ-қарқ күлді. Екеуміз ғана өлшесек, кемпірлеріміздің құйрығы құтырынып, үлкейе беретін түрі бар. Мына бейтарап жігіттер өлшесін. Алайда ауылдағы кемпірлердің құйрығын түгендеп, мұқият өлшеп шығуға ешкімнің жүрегі дауаламады. Қаудырбай басын шайқап, бір жымиды да, қалтасынан бармақтай бәкісін шығарды. Жерге жайған төсенішті сызғышпен өлшеп, белгі салды. Кесінділерді отырғандарға теңдей бөліп берді. Енді еш қайсыңда көтеу болмайсыңдар. Қарамайсыңдар ма, жәмән жайма емес, асты күміс, үсті пүліш. Қой, қайдағы күміс, баяғы сәбет кезіндегі үнді шайының жылтыр қағазы сияқты бірдеңе ғой. Өй, азамат, кәлләңді әлі бірдеңе бар. Дәп солай, бұл күмісің сол алюминий пәлганың нақ өзі. Көрдің бе, құдды қақтаған күміс сияқты. Ал мына пүліш сияқты жұмсағын жаңылмасам, паралон дейді. Өзі арзан, ұрлаған жоқпын, бірақ одан да өткен мәнақасы бар. Жаңылмасам, осының әр метрін 300 не 400 теңгеге алған болуым керек. Шамамен $1 о жақ бұ жағы. Қаудырбай, доллар деп аузыңды толтыра сөйлегеніңе қарағанда, көтеріліп кеткен сияқтысың. Бірдеңе ғып былай кішкене байыдың ба? Шиш-ләпісін шешіп, шекесін бір сипап алған Шәкімжан сығырайып, сыр тарта сынай қарады.
Пара алып тұрмаса құржалақмен қайдағы байған? Қаудырбай келді екен деп біреу пара бере қоя ма? Тауып сөйлегендей марқайған Төкіш тоқымдай жайманы бір сипап алып отыра берді. Бәрі бір жұқалау екен, жыртылып қалмаса. Күтіп ұстасаң жыртылмайды. Одан да мұны қай ақшаңа алдың деп сұрамайсың ба? Қаудырбай қулана күлімдеп, қақырынып, тамағын кенеді. Өзім айтпасам сендер өмірі таппайсыңдар. Анау мынау емес, сендердің түстеріңе де кірмеген параға сатып алдым. Шәкімжанның көзі шарасынан шыға жаздады. Мәссаған, қалай алдың? Пара ардың ажалы, парақор елдің тажалы екенін білмейтін бе едің? Төкіш тартыңқырап, жан-жағына қауіптене қарағанымен, құрдасынан бір мысқалда кем түскісі келмей өршеленді. Қараптан қарап, біз де бір бәлеге шатылып кетпейік. Шәкімжан дұрыс айтады. Пара сұраған қандауыз, парадан байған жалмауыз. Әй, айналайындар, дүрсе қоя бермей, сөздің аяғына дейін тыңдасаңдаршы. Пәрә бүлік, пәрақор шірік екенін мен де сендерден кем білмеймін. Қалай рәті келгенін рет-ретімен айтайын да. Тоқ етері сол алған пәрәма осындай 4 бума әкелдім. О ғасқа, сағанда пара беретін біреу табылды ме? Ой, пірімай, Заман қалай құбылған? Пай. Күліп жіберуге шақ қалған Шәкімжанның сенер-сенбесін білмей сығырайған көзінде жылт еткен жымысқы мысқыл мызғымай тұрып алды. Шынымен ақ, мына өзіміздің жаман Қаудырбай пара алатындай биік дәрежеге жеткен бе? Деген сұрағын бұлғаңдатқан қызғаныштың қызыл иті әр қайсысының ішінде әупілдей бастады. Құрылыста балғашы болып жүріп, пенсияға шыққаннан кейін Қаудырбайдың қайда жұмыс істегенін ешкім анық білмейді. Бірақ көсілуіне қарағанда аудан, облыс түгілі Алматыда да, Астанада да біраз қызметтің басын шалған көрінеді. Қарап жүрмей, жылына 2-3 рет басқа жұмысқа ауысамын. Оның қандай жақсылығы барын менен басқа біреуің де білмейсіңдер, дейді іші пысып әңгіме күткен құрдастарына. Әу, біз қайдан білейік, айтсаңшы енді не қызығы барын. Бопты, мен аман тұрғанда еш қайсын құр қалмай біліп алыңдар, айта жүріңдер. Міне, осы отырған мына мен куәмін. Жұмыстан жұмысқа ауыса бергенің қызығы сол. Ел көресің, жер көресің. Қайда барсаң да Қорқыттың көрі демекші, қай жерде де маңдытып жалақы бермейді. Қайдан келген сұмырайсың дегендей өңірейіп қарап тұрады да, 1-2 айға сынақ мерзіміне алайық дейді. Маған керегі де сол. Одан ары істеп не жыным бар. Ой, несін айтасың? Бұ дәдаң талайды көрді, талайды. Кімді көрді? Олар қалай екен? Газеттерде суреті, теледидарда өздері жүретін бастықтарды көрдім. Семізінде, арығында, министрлер, сот, прокурор, неше түрлі әкімдер. Одан басқа майда шүйделерін айтпай-ақ қояйын. Соларды айтсаңшы, оларын қандай өзі? Былай, біз сияқты неғымай ма екен? Малдас құрған өңшең зейнеткерлер мойындарын соза түсті. Соның көп айтатын бәлендей ештеңесі жоқ. Олар да мына өздерің сияқты кәдімгі адам. Ешкіммен сөйлескісі келмей, шіренетін адам еместері де жетіп жатыр. Ондай албастыларға ренжіме, адам болғасын әр түрлі болады да. Әлгі бастықтардың жұмысы қалай сонда? Шынымен ақ, жапырып бірдеңе істей ме? Болмаса хатшы қыз-келіншектермен шәй ішіп отырама? Бәрі де бар. Олардың қайсысы не істеп жатқанын тексеруге менің уақытым болмады. Төкіштің іші суылдап, тағы да күдіктене бастады. Бірнеше жұмыс дегенің біресе ана көшені, біресе мына көшені сыпыру ма? Әлде оның сөзін Қаудырбай киіп кетті. Оны қайтесің, одан да қалай пәрі алғанымды айтайын. Әңгіменің қызығы енді басталды. Бәсе, ал енді соны айт. Ой, шіркін,
Әдемі қыз келіншектердің көптігінен басың айналады. Ішпей, жемей, масайып, паңқып жүресің. Пах. Шет елдерден келгендерде өріп жүр. Ақша деген оларда пешен. Сосын аяйма, бізден үйреніп ап, олар да енді пара бергіш көрінеді шетінен. Береген қолым алаған деген. Пайдасын көрмесе, босқа беріп жын ұрып ба. Сен де алған шығарсың. Шәкімжанның кекетіңкірегеніне қаудырбай қынбады. Бәрі алып жатқанда, мен алмай немене? Адамның сорлысымын ба? Қалай алдың ей? Өмірі пара алып, дәрежеге жете алмай, арманда жүрген қарттар бір-бір жұтынып үлгірді. Пара алғандарды шетінен қамап жатыр дейді. Сені әйтеуір ұстап алған жоқ па? Ой, ұстап алды, масқара болғанда. Мәссаған, кәйтіп, құрыдың ғой, ғасқа. Төкіштің қопаң етіп, орнынан тұра жаздағанына қаудырбай жымиып бір қарады да, жөткірініп алды. Әлбетте, қауіпті емегенде, отпен ойнағанмен бірдей. Қалай аман қалдың? Соны айтайын одан да. Бұл пәра дегеннің ойламаған жерден өзақ келе қалатыны бар екен. Қаудырбай маңғазданып, аузын қомпитты. Шіркін-ай, бөсесің-ау. Күтіп жүрген бізге неге келмейді? Айтсаңшы тездетіп, аузымыздың суын құртпай. Ой, шыдамасаң кете берші үйіңе. Әлі мал келген жоқ, қайда асығамыз? Тоқ етерін ғана айтайын. Астананың көшелерін тап-таза ғып сыпырған соң, бастықтарға, ал енді өздерің ие болыңдар қарақтарым. Жандарың бар ғой, өстіп, күтіп ұстасаңдаршы, деп сеніп тапсырған соң, Алматыға жаным ашып ауысқан бетім. Абайдан төмен Сейфуллин көшесінің бойында әр жерден шашыраған, топтанған, өзім сияқтылармен бірге, енді кімге көмектессем екен, қайдан жұмыс табылады деп. Басым қатып тұрғанда жанымда ешкім жоқ еді. Қайдан келгенін байқамай қалыппын. Бір әдемі келіншектің сыңғырлағаны, құлағым тосаңсып қалған ба, не айтқанын ұқпай, мені жұмысқа шақырып тұрма деп бетіне бажырайып қарадым. Түріне қарасаң, кәдімгі өзіміздің орыстан аумайды. Бірақ сөзі орысша емес. Құдайға шүкір. Орысша тым құрыса жарты кісідей білеміз ғой. Не понял, дедім. Мені ұнатып қалдау деймін. Басын иіп жымиғанда жүрегімнің елжіреген-ай. Өзі де бір несін айтасың, сүйкімдінің сүйкімдісі. Тамағы қандай әппақ, мақтас сияқты, тісі тура шақпақ қанттай. Киімі қандай әдемі, қызғалтақтай құлпырған алтын шаш келіншек. Менің қушандыр екенімді көріп отырсыңдар, ол да байқаса керек. Арғымақтай жарап тұрғаныма қызықты ма, білмедім. Әйтпесе жаныма жымиып келмей-ақ жөніне кете бермей ме? Жоқ, өйтпеді. Дұрыс сөйлей алмай ма, шүлдірлеп жіберді. Бір уақытта, ауай, авай, әлде апай ма, сондай бірдеңе дегенін шамаладым. Басқа біреуге бармай, тура менің қасыма таяп келгенін айтсаңшы. Соған жаман ризамын. Бастықтанып сызданған, байысынып шіренген маймыл емес. Кәдімгі есі дұрыс адам секілді жылы жүзбен күлімдеп сұрағанда, кәнешні, көңілің кәдімгідей өсіп қалады. Басқалар жұмысқа шақыра келсе, кісімсіп, мынау өзі жұмыс істеп жарытама дегендей, мұрнын шүйіре қарайтынын талай көрдім. Сыңғырлаған дауыстың лебінен ақ тәуір адам екенін бірден сездім. Содан мына көсеудей сыриған қолымды былай қарап құрықтай созып жіберіп, Абай ескерткішін сұрап тұрау деген жобамен жөн сілтедім. Білгенімді аяйын ба? О келіншек ағылшынша сұраған-ау шамасы. Шәкімжанның күдіктенгендей сығырая түскеніне әңгімеші намыстанып қалды. Енді бізде адамбыз, ептеп сеземіз. Түк білмесем қалай жауап берем? Болды енді, сөзді бөлме. Мал келгенше айтып бітірейін.
Көкшенің қайыңындай әппақ келіншек екен. Иығына асып алған шағын қызыл сөмкесінен алақандай ғана бір қызыл әмиянын шығарды. Сыдырмасын асықпай әдемелеп сырғытып, жасылдау ма, сұр ма, әйтеуір бір қағазды шытырлатып суырды да, басын қайта изеп-изеп, әжімсіз ақ білегін маған қарай созды. Ақ торғын білек ауада қалқып, маған созылғанда, айналам әппақ алтын нұрға толып кеткендей есеңгіреуге шақ қалдым десем, бәрібір сенбейсіңдер. Ал енді барма, оның анандай әппақ білегіне адам баласы қызықпауы мүмкін емес тегі. Ұстап көргім-ақ келді. Ұстасам бітті ғой, өздерің де білесіңдер, менің қарадай құтырып кететінімді. Сүйіп алар едім. Бірақ тапатал түсте, күн жарықта қалай сүйесің? Біреу көріп қалса ұятта, соның бәрін өзімде мықты емеспін бе? Әп сәтте ойлап үлгердім. Кенет сәмбі талдың қабығын аршыған ақ сүйрік шыбығындай саусақтың арасына қыстырылған әлгі қағаз маған ұсынылған қалпы жете алмай жетімсірегеніне жаным ашыды. Театрға шақырған билетім екен деп жүрегім алып ұшқаны, Құдай бұйыртса, бүгін кешке мына келіншекпен әйтеуір бір театрда отыратын шығармын-ау деп бөркім қазандай. Бұған не десем екен, деп ойлағанымша ақ келіншек сән күй, әлде сән күйеу деді. Әй Қаудырбай, не деген аңқаусың? Сен күйеу деп тұрған жоқ па? Сен күйеусің дегені дә. Сол жағын ажырата алмадым. Сән күйеу ме, сен күйеу ме, әлде сен күйеу дегені ме, соны біле алмай есім шыққаны. Қарағым, о не деген сөзің? Мен кімнің күйеуімін деп сұрағанымша, тағы да басын изеп қалды. Сосын қағазды түйе жапырақтай жайылған жалпақ алақаныма салғанда, менен бірдеңе дәметкендей, көгілдір көздерінің күлімдегені ай. Пай, әлі де міне көз алдымда. Шынымда айтсам, ақ сазандай келіншектің көк аспандай көзімен менің қара күйедей көзім өмірі бетпе-бет келмеген еді. Өзінікінен басқа қатын көрмеген байғұс еркегің мен емес. Ондайымның шет жағасын өздерің де нетіп, содан Құдай атып, абдырап қалғаным. Атымды сұрап тұрған шығар деп жаңағы сөйлегеніне ұйқастырып, мен күйеу, Қаудырбай дедім. Қайдан шықса, онан шықсын дегенімді. О келіншек алдымен асықпай сыңқ-сыңқ күліп алды. Содан кейін саусақтарын желпеуіштеп жыбырлата желпіп, қоштасқан ишара танытты да, жүзіп кете барды. Қайтқан малда қайыр бар. Қаудырбай, аман есен ауылға қайтқаныңа шүкірде. Сонымен жаңағы нағылған қағаз, билет пе киноға, болмаса тойға ма? Ол кеткен соң қағазға қарадым. $1 екенін бірден білдім. Енді ақшаның талайын көріп жүрміз ғой, Құдайға шүкір. 10 деген жазуы бар, бір мықтының суреті бар. 10-ды 470-ке көбейтсе, бақандай 4700 теңге. Бәле, осылайда оп-оңай табыс табуға болады екен-ау, деген ой миымның бір пұшпағында жарқ ете қалды. Қаудырбай, енді сен өлмейсің. Жұмыс іздеп қаңғып жүре бересің бе? Осы жерде тұр, тапжылма. Күніне бір-ақ адам жөн сұраса да, 2 айлығыңды табасың, дедім, өзімді өзім үміттендіріп. Айтып тұрғаның Алматының қай аялдамасы, қай автобус тоқтайды, соны айтсаңшы, біз де барайық. Сен құсап, қараптан қарап тұрып ақ, табыс табайықта. Ой, осы сендерде ми бар ма өзі? $10 төртеуіміз бөлгенде не қалады? Кимелемесеңдерші, әңгімемді аяқтайын. Өмірі $10 ұстамаған едім. Әбден көріп алайыншы деп, қалтаға салып умаждағанға обалсынып, қызыға қарай бердім. Өзі де бір ақшаның әдемісі ақ екен, шытыр-шытыр етеді. Бір сауын сиыр алуға осындай қанша $1 керек, Сөйтіп тамсанып есептеп тұрғанымда, қайдан сап ете қалғанын білмеймін, бір полицей сержант, уыздай жап-жас жігіт екен, жетіп келді. Аға,
Қолыңыздағы нағылған ақша, пара ма? Деді түсін суытып. Зәрем ұшып кетті. Дегенмен менде де жан бар, қарсыласып бақтым. Әрине, жан бермек оңай ма? Дұрыс, дұрыс. Анау ұзап бара жатқан ақ келіншек беріп кетті, деп шынымды айттым. Буынымның лезде босаған болттарын бекітіп. Не үшін? Соған өзім де таңғалып тұрмын. Ол авай-авай деді. Абайдың ескерткішін сұраған шығар деп жөн сілтеп едім, осыны берді де кетті. Қанша? Сержант ақшаға қызыға қарады. Ой, $10 ма? $10 параға жатпайтын шығар, дедім. Тізем дірілдеп, жүрегім суылдаса да, жақсылықтан дәмеленіп. Пара деп қорықсаңыз, маған бере салыңыз, деді жас жігіт қулана қарап. Мә, ала ғой. Аман есенімде $10 құтылып, қашуға ыңғайланып, бұрыла беріп едім, анау күліп жіберді де. Керегі жоқ, аға, бұл пара емес, бара беріңіз, әшейін қалжыңдап тұрмын, деді. Сонымен не керек? Параға саналмайтын бұл шіркін, не деген айбат ақша деп мәз боп қайттым. Ертегіне тағы бармадың ба? Ойбай, құрысын, күнде ала берсе, долларың параға айналып кете ме, кім біледі? Әгер әлгі полицей жігіт пара деп кінәласа, шынымен пара болар еді. Сөйтіп жүреме деп қауіптендім. Жап-жас сержанты бүйдегенде, биені жүгімен, түйені түгімен жұтып үйренген бір әйдігі кездессе, жанымды шығарар деп теңгеге айырбастап кеп жібердім. Оны да тексеріп жүрер деп, осы бумаларды сатып алдым да, дедім ау. Көп пара болмаса, аз параның әуресі көп пе деп қалдым. Заңда мұндай рулонды параға жатқызбаса керек. Әй, байқа, заңның тармағы көп. Олай бір, бұлай бір жылан сияқты бұраңдатып, кім болсаң да айыптау түкке тұрмайды деседі ғой, кім білген. Оу, Қауке, деді құрдастарының бірі мұның дәрежесін көтеріп. Біздің ауылда шетелдің келіншегін ең бірінші көріп, көз түйістірген сенсің. Арамызда ең бірінші пара алғанда сен. Және қандай ақша? $. Әйтеуір қартайып қалғаның-ай. Жастау болсаң, ыңқытып ала беретін бастықтар сияқты сенде өсіп кетер едің. Тәйтәрі, Қаудырбай кекесінге кәдімгідей шамданды. Адамның арамы парақор, азғыны жалақор емес пе? Арамда ар жоқ, ар дегенің сот, адалдық деген әділдік, әділетке қиянат жасаған әбілет. Пара әбілеттің туы, сол туды көтеретін әбілет мен бекем? Әй, мынау тегі шешен боп кетіптей? Дегенмен бар ғой Қаудырбай. Қартайсаң да саған ақыл кірмепті, деді Шәкімжан тағы да сығырайып. Әлгі әйел жайдан жай жөн сұрады деймісің? Құдай біледі, саған бүйрегі бұрған. Ақынның ескерткішіне бірге барайық деген емеурінді қалай түсінбегенсің? Әйелдің күлгені шақырғаны емес пе? Ар жағында не ойлағанын кім білсін? Дегенмен, бір дәмесі жыбырлағанда. Қап, Қаудырбай санын бірақ соқты. Көгілдір оттай көзім көріп арбалдым да қалдым. Қап, өстіп айта қоятын сенің бірге жүрмегенің-ай, Ей, бопты онда. Саған еріп барсам, екеумізге бір келіншек жете ме? Қаудырбайдың басы кеңшеңдеп жалт қарады. Қой, сен бармай-ақ қой, таласып жүреміз бе? Артық бейнет жанға қас деген рас-ау. Баласының несиесін өтеп, Аллаға шүкір, енді немерем далада қалмайды деп қуанған күні, миына қан құйылған-ай деп, құрдастарының қамыққанын Қаудырбай білмей кетті.